Пауло Коэльо бразилиялық прозашы ақын, жалпы 20-дан астам кітап шығарған, Рио-де-Жанейро қаласында туылған. Жазушы болу ниетін отбасы түсінбеген. Ата-анасы оны 3 мәрте психиатриялық емханаға емделуге жолдаған, алайда уақыт өте келе, ұлының театрмен және журналистикамен шұғылдануына амалсыз көнген. Пауло Коэльоның кітаптар әлемнің 150 елінде 86 миллион данадан астам көлемде сатылған. Кітаптар әлемнің 67 тіліне аударылған. Паул әлемнің түрлі елдерінде көптеген әдеби жүлделер алған. Оның туындылары тек Бразилияның ғана емес, Ұлыбританияның, ақш-тың, Францияның, Германияның, Канаданың, Италияның, Израильдің, Финляндия мен Грецияның ең сатылымды кітаптарының тізіміне енген. Алхимик кітабы Бразилия тарихында әлі күнге дейін ең сатылымды кітап болып қалуда және Гиннес рекордтар кітабына енген. Коэльо әлі күнге дейін португал тіліндегі ең сатылымды кітаптардың авторы болып қалуда.